Республикадағы мал емжелері август айының ортасындық бөгінге керілген 9 дарын бастабысқанар. Бұнады пейдегі мал емжелері фермер Геннадий Ивановтың 600 азыры қойын бруцеллезға сынықтып хан алдылар. Базы Сибирдегі язваның доғыр прививка тұрғысқанар. 3 айлық хурағының пасте қойлар прайзы шылды бірғате сынықталшалар. Ең седік ұрынша мал емжелеріне аттарының тоғынарға. Олар басқа кізілердің тың шошыпшалар. Бір орында салада сым турбин жалар. Мұндақ оңдайларда тоғынарға седік. Шейімшілер оларның халық оңдайын нинче пар сөменің алшалар. Мұнда көп неме әлері бұл сынықтағы қайти темнен салғанының балғалыстық. Профилактика тоғыстарын мал емжелері фермерлердің бастапшалар. Аның сонда олың әкәзлерінің иблерінже жүрерлер. Исследуют, получается, атырды и вакцинации через хойлерды. Атырды исследуют, получается, САП, бруцеллез и солнечная болезнь надо швырдок. А хойлерды прививки через сибирские язвы, инфекционную болезнь против сибирских язв. Обед кегиры обрабатывают, получается, обед сопроводительно оформляют печатать надо. Аттарға Сибирдегі язваның тоғыр прививканы 9 айлығдан тұрғызып бастапшалар. Бруцеллезға 4 айлығдан оқ сынақтапшалар. Боқ тұста пейдегі мал емжелерінің шазыда тұтылшатқан адай қосқаларға алжағыз ағырғдан тоғыр прививка тұрғысалар бөгін тұрша. Қойлар аттарына сынақтып, тозы бұсалар, мүйістік маларға шапсынарлар. Олар тізің мал емжезінің қолынша шылда 2 қатерчелер. Тұшыдың ініктерге шарым шылпазының көрілген күскудегі вакцинация иділер. Шақсы күнір тұшатқанда бұ тоғыздарыны итсаларға маңананарға күстенчелер. Өзінің обработки еще ішкі врач қалған аранды. Бірзе шушы вызовтарға алды, бейді. Ол андалда находится постоянно. А пес обработки чушевс. 3 недели, например, мен дежурный болам, үшірбесім обработка. Вызовтарға жүрім. Имнерге. Сос қалардан да кем вызвать болшы, оларда обработки чушевс. Бе аймандағы мал емшілері бұл жылының 2-ші шардығында бруцеллезға, пазыда, басқа ағырғыларға 2 мың бейіні сынақтап саларға керектер. Сибирдегі язваның тоғыр прививка 3900 басқа тұрғызылар. Орай күскеттері, праймалар сынақтал парарлар.